Сәлем балақай, сабаққа қош келдің. 3-ші сыныптың Smiles Activity Book'тың 1-ші модульдегі 6-ші және 7-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, колокольчик басып, қолдап кет. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы About the story. Go to people's book, page 8. Put the pictures in order, then match the pictures to the speech bubbles дейді. Сабақтың тақырыбы About the story, яғни хикая туралы. People's book'тағы 8-ші бетте біз мәтін оқыған болатынбыз. Сол мәтінге байланысты суреттерге қарап, астындағы 4 мәтінге қарап, бір-бірімен сәйкестендіретін боламыз. ABCD 4 сурет және ABCD 4 текст берілген. Соларды рет-ретімен қойып шығамыз. C бірінші. Okay, children, time for bed дейді. Жарайды балалар, ұйықтайтын уақыт болды, төсекке жатамыз. Енді бізге екінші мәтінді табу керек. Енді қараңыздар. Oh, what's that? дейді. B суреті терезеден қарап тұр. Бұл не зат? деп қорқып тұр. B дегенге 4 санын қоямыз. Келесі. It's got a big nose. Ол D. D-ға біз 1-ді жазу. D-ға біз жоқ 1, B-ға 2, D-ға 3 деп жазамыз. Және ең соңғысы A. Carly, come and say hello. A әріпіне 4-ші сөйлемді қоямыз. Келесі 7-ші тапсырма. Color the words with the O sound. Яғни O әріпі бар, O дыбысы бар сөздерді түстермен бояндар дейді. Got, O дыбысы бар, демек оны түске бояймыз. Қандай түспен бояйсыз, өз еркіңізде. Body, O, body, O болғанмен, ода A деген дыбыс шығып тұр, сол себептен боямаймыз. Jump, jump, ол жерде бізде A деген дыбыс шығып тұр. Long, long, O дыбысы бар, сол себептен біз оны түске бояймыз. Dog, dog, дұрыс, ол түспен бояймыз. Run, боялмайды. Orange, бояймыз. Bike, боямаймыз. Fox, бояймыз. Foot, боямаймыз. Демек, бұл 7-ші тапсырмада got, long, dog, fox, orange деген сөздерді бояйтын боласыздар. Қандай түспен бояйсыз, өз еркіңізде. Келесі 8-ші тапсырма. What are their names? Read and write. Олардың есімдерін ата, оқы және жаз дейді. Mog, Lee, Ben, Ted, Pat. Енді бұл жерде бізде айтылып тұр. I've got a dog, Mog. Яғни dog, Mog дыбысталуы сәйкес болғандықтан жауабы Mog. Дәл солай басқа тапсырмаларды орындап шығамыз. I've got a cat, Pat. Cat, Pat. I've got a pen, pen, Ben. Демек, 3-шіге Ben болады. 4-шіге I've got a bee, bee, Lee. 4-шіге Lee деп жазамыз. I've got a bed, Ted, bed, Ted. Демек, 5-шіге Ted деп жазатын боламыз. Look and choose. Қара және таңда. Суретке қарап, екі варианттың дұрысын таңдаймыз. Chicken, duck. Әрине, chicken, Келесі 2-де pony, goat. Әрине, goat. Демек, B. 3-ші сурет duck, cow. Duck, утка, duck. A әріпі болады. 4-шіде frog, 5-шіде rabbit, 6-шіде cow. Chicken, goat, duck, frog, rabbit, cow. Read and correct. Parrots have got 4 legs. No, parrots haven't got 4 legs. They have got 2 legs. Parrot дегеніміз тотықұс. Тотықұстардың 4 аяғы бар дейді. Жоқ, тотықұстың 4 аяғы жоқ, оның 2 аяғы бар. Енді екінші сөйлем. Cows have got small heads. Сиырлардың бастары өте кішкентай дейді. Өтірік. No, cows haven't got small heads. They have got big heads. Yes? Үшіншісі, frogs have got small mouths.
бақалардың аузы өте кішкентай дейді. Жоқ, no. Frogs haven't got small mouths, they have got big mouths. Төртіншісі, chickens have got big heads. Тауықтардың бастары өте кішкентай дейді. Жоқ, үлкен дейді. Жоқ, ондай емес, олардың бастары кішкентай. Сол себептен no. Chickens haven't got big heads, they have got small heads. Бесінші сөйлем, rabbits have got short ears. Қояндардың құлақтары кішкентай болады дейді. Олардың құлақтары үлкендеу болады. Rabbits haven't got short ears, they have got long ears. Goats have got two legs. Ешкілердің екі аяғы бар. Жоқ, олай емес. No, goats haven't got two legs, they have got four legs. Енді 11-ші тапсырма A or N. Complete and look and write the names дейді. A және N артиклерін қоятын боламыз. Егерде сөз дауыссыз дыбыстан басталса A қоямыз, ал егерде дауысты дыбыстан басталса N артиклін қоятын боламыз. Мысалыға, I've got a horse. Horse сөзі дауыссыз дыбыстан басталып тұр, сол себептен A қойылып тұр. And an eagle. I've got a lion and an elephant. I've got an iguana and a dog. I've got a tiger and an alligator. Осымен 6-шы және 7-ші беттегі тапсырмаларды орындап болдық. Сабақ ұнаса видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қолдап кет. Келесі сабақта кездескенше сау бол.